Сәлеметсіздер ме? Арнама қош келдіңіздер. Бүгін тәтті бұрыштарды мұздатқышта қатырамыз, яғни қысқа әзірленеміз. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алдын ала сіздерге көп рахмет. Алдымен әдеттегідей бұрыштарымызды жуып, кептіріп, дайындап аламыз. Қызылын бөлек, жасылын бөлек турайтын боламыз, сондықтан бөліп қойдым. Енді бұларды дәнегінен тазартамыз. Қазір базарда бағасы арзан кезде көптеп алып қойып турап қойыңыздар, немесе бақшадан теріп алғанда артылғандарын турап қойсаңыздар өте керемет болады. Себебі қыста оның бағасы көтеріліп кетеді. Тазалап алдық. Тазалау барысында мен көлемі бірдейлерін бөлек алып қойдым. Бұларды бүтіндей етіп қатыратын боламын. Оларды да дәнегінен тазартып аламыз. Дәл осы бұрыштарды маған көрші жеңгем берді. Яғни бақшасынан терген кезде маған да бір пакет қылып беріп жіберіпті. Мен де сол сәтті пайдаланып, барлығын мұздатқышта қатырып алдым. Жешеме көп рахмет. Және де сіз кімнің көршілері осындай барымен бөлісіп, кез келген уақытта көмекке дайын тұрады, комментарий бөлімінде жазып кетіңіздер. Енді келесі осыны турамайтын болғандықтан бірінші бүтін болгар бұрышын пакетке салып алдым. Яғни осылай бірін үстіне бірін кіргізіп пакетімізге салып шығамыз. Бұл көп орын алмайды бұлай жасасаңыздар. Осылай әдемі болып шығады. Бірін үстіне бірін қойып мұздатқышқа сала береміз. Келесі тақтайымызды алып, болгар бұрышымызды тураймыз. Мен бұны майда 4 бұрыш етіп турадым. Бұл көбінесе подливке салам. Әркім өз қалауынша турап алады. Содан соң мұздатқышқа салатын ыдысымыздың бетіне пленка немесе пищевой пленка салып қоямыз. Содан соң үстіне осы турағандарымызды жайып қоямыз. Мінеке бірінші қабатын турап біттім. Содан соң жаямын. Менде осындай ұзын пленка бар. Сондықтан осылай бүктеп қоя саламын, бірін үстіне бірін. Үстіне екінші қабатын орналастырдым. Енді дәл осылай үшінші қабатын орналастырам. Келесі кезек жасыл бұрыштарда, яғни бүтіндей етіп қатырған кезде осындай қалдықтар қалып кетеді. Оларды да тастамай 4 бұрыш майда етіп турап қойыңыздар. Бірінші қабатымызды біттік. Енді екінші қабатымызды қайырамыз. Бұндай ұзын пленка болмаса, пищевой пленка қойыңыздар. Екінші қабатына мен болгар бұрышын үлкен етіп бөліп қойдым. Бұны көбінесе нан салма жасағанда, немесе қайнатпа сорпа жасағанда сала саламын. Екінші қабатын біттік. Енді үшінші қабатын үлкен етіп ортасынан бір бөліп қойдым. Бұны көбінесе ет асқан кезде сорпасына дәм шықсын деп саламын. Немесе жаңа қайнатпа сорпаға да саласаңыздар болады. Көп балдар осындай бұрыштарды жемейді ғой, сол кезде осылай үлкен қылып салып аласағанға ыңғайлы.
Мінекей жасаған жұмысымыз дайын болды. Енді оларды мұздатқышқа саламыз. Мұздатқышта бір күн тұрған жақсы. Біз ана үстіне қойғаннан кейін ұзақтау болып қатады. Сондықтан бір күнге қойсаңыздар өте керемет болып шығады. Бір күн өтті, барлығы қатып әдем болып шықты. Енді оны ыдысқа саламыз. Менде осындай ыдыс бар. Ыдыстарға саламыз, немесе пакетке де салуға болады. Бірақ лажы болса, осындай бір реттік ыдыстар болса, қақпағын ашып, керегіңді алып қайтып жаба салсаң, әдем болып шығады. Міне сыймағанын осылай пакетке салдым. Дәл осы ретпен барлығын пакетке немесе ыдысқа салып шығамыз. Тамақ жасаған кезде бұларды ертпейсіздер, яғни мұз күйінше тамаққа қоса бересіздер. Біз бірден қатырмай салған жоқпыз, барлығын жайып қатырып алып пакетке салғаннан кейін олар бөлек-бөлек болып тұрады. Алғанда да ыңғайлы болады. Әркім өз қажет көлемге турап-турап қояды. Мінекей барлығы дайын, бүтіндей мұздаттық. Мінекей нан салмаға салатынымыз, сорпаға, етке салатынымыз. Содан соң қалғанның барлығын майда 4 бұршет турадым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет. Кез келген уақытта тамақтарыңызға салып жасайсыздар. Істеріңізге сәттілік.